Ассаламағалейкум автосүйер көрермен. Алдында өзбекше тюнинг жайлы шығарылым көргілеріңіз келеді ме деген сауалыма жасашы Нурик дедіңіздер. Біз үшін айтылған гәп атылған оқпен тең. Осы орайды пайдалана отыра Ташкентке табан тіредік. Бұл өзбекше тюнинг. Күнделікті өмірде Mansory, Brabus секілді атақты тюнинг проекттерді кездестіруге болатын шығар. Бірақ сіздер мынандайды күнде көре бермейсіздер. Made in Johongir Akia. Алдарыңызда 400 аттың күшіне қуатталған турбо Nexia. Тамашалаймыз. Жігіттер, түрге қарап баға бермеңдер. Бұл Nexia'ның түрі қарапайым болғанмен біраз қуатты көліктер. Мына мен бір бағдаршамда тұрып қалуға қорқады. Бойында 400 жылқы, 100-ге дейінгі жылдамдығы небәрі 5 секунд. Айтпақшы, былтыр жігіттер өздерінің көліктерін сақадай сайлап, біздің соқылдағы дыраққа келіп, біраз зикірлердің сазайын тартқызған. Капоттың астында не өзгертілді дейсіздер ғой. Айтсам таңғаласыз. Мына жерде кәдімгі өзінің туған 16 клапандық моторы тұр. Блогы да өзгермеді. Subaru'дан алып келген турбина және де жігіттер метанолды да жүргізіп қойған. Осындай жынды Nexia'ны құрап шығару үшін қожайыны $4000 және де 4 ай уақытын сарп етті. Қолымда қасиетті Dragy деген құрылғы тұр. Қазір мына Nexia'ның жүрісін өз көзімізбен тексеріп көреміз. Кәдімгі сток Nexia'ның өзімен жүру қорқынышты, мынаған отыру өз-өзіңе қол жұмсаумен тең. Қауіпсіздік жастығы түгілі оның иісі де шықпайды. Ал бисмилля, мен дайынмын. Әке, сіз ше дайынсыз ба? Ендеше бастайық. Ойбай. Так, Dragy қанша көрсетті қазір? 4,5 секунд ойлаңыздар. Мама, мен үйіме қайтар, әке. Масқара. Өзбекстанда моторды ауыстырып свап жасау өте қатаң қадағаланады. Сондықтан көп жағдайда қуатты проект жинақсы келгендер өзінің моторын сақтап қалғысы келеді. Мәселен, мынау Nexia өзінің туған блогына турбо үдеткіш орнатып, жылқы күшін 400-ге дейін қуаттаған. Мұнда трансмиссия, TG3 барлығы өзінікі. Сцепленияны нәскеше жағып жібере берген ғой, мотордың айналымы күшті. Сондықтан жігіттер шешімін тауып, Hondaның керамикалық сцеплениясын орнатты. Бұл жігіттердігі ерлік. Бензин сапасы өте төмен елде, мынандай қуатты проектті құрап шығару, оған қажетті ақтан өлшемін беру тіпті мүмкін емес. Мүмкін еместігі соншалық жергілікті гибрид көліктердің өзі моторларын сақтап қалу үшін машиналарына газ қоюға мәжбүр. Мысалға, мынау елді шулатқан Li L7. Неге елді шулатқан дедім? Себебі бұған газ қойылған. Я, шалыс естімедіңіздер. Батыстық жігіттерге дұғай сәлем. Қараңдар, жүксалғыш қақпағын ашып қалсаң, ішінде ұзыннан ұзақ пропан баллоны жатыр. Көзге оғаш көрінеді, келсесіздер ме? Ал газ қондырғысын сөндіріп қосу батырмасы панельдегі қалташаға әдем жасырылған. Неліктен мұндай шешімге барды деп ойлайсыз? Бензиннің қымбаттылығынан? Жоқ, сапасыз бензиннің кесірінен. Мына моторы тақылдап қалған Nexia'ңды көрген боларсыз. Дәл сол Nexia'ның проблемасы сапасыз жағармайдың кесірінен болған. Тек газдың көмегімен қанша шақырым жүріп бере алады деген ақпарат барлығыңызға қызық болып тұрған шығар. Шамамен 600 шақырымды жүріп өте алады екен. Пропан газын толтыру 12-13 теңге. Бірақ бұның динамикасы кәдімгі бензин көліктердікіндей баяулап қалмайды. Себебі бұл Nexia'ң моторы мен дөңгелектің ешқандай байланысы жоқ. Оның басты атқаратын рөлі тек аккумуляторды қуаттау. Майо, бага бергел футбол ойнаймыз. Жігіттер бізді максималды өз үйіндегідей сезінсін деп, астымызға клем төсеп, алдымыздағы дәу дисплейден PlayStation қосып берді. ТМД елдерінің ішінде ең қымбат бензин Өзбекстанда. Бұл жақта әлі 80-ші бензин бар. Бағасы шамамен 292 теңгеден басталып, i95-тің бағасы 472 теңгеге жетеді.
Қазір жергілікті жігіттер Өзбекстандағы нөмірі 1 палауханаға алып келді. Бізде Қазақстанда ташкентский шай деген бар ғой. Оны бұл жақта ташкентский емес, жай ғана қара шай лимонмен деп айтады екен. 2000 years later. Ал бисмилля деп пловтың дәмін көрейік. Бисмилля. Сөз жоқ. Ешқандай не жоқ. Шыны керек қой, ешқандай не жоқ. Мерседестің рөлін салып алған джентраларды көрген шығарсыздар. Өзбекше тюнингтің мәдениеті бастау алған жерде тұрмыз. Артымызда ұзыннан ұзақ авто тюнинг ательелері. Барлығында мемін деген проекттер тұр. Кезек кіріп, ішінде қандай қызықтар бар екенін бірге көреміз. Бірінші гаражда кездестірген көлігім ол Daewoo Matiz. Түріне қарасаң ешқандай күдік тудырмайды, бірақ бұның бар қызығы ішінде. Айбай! Мерседес ба, не мынау? Мерседестің рөлі әдеттегідей. Ортада 8 дюймді монитор, рояль лагы тұр. Жалпы көліктің іші толықтай реставрациядан өтті дейді. Шатырын тіпті қара алькантараға тігіп қойған ғой. 4 электро, мынау істейді ме өзі? Саған Матизде бұндайды бірінші рет кездестіру. Мынау жанымда тұрған Кобальт немесе мына бір Лачеттидің барлығы дәл осы тюнингке қызығып гараждың алдына келіп тұр. Мәселен мына Кобальт. Есекке қанша жем берсең де бәйге шаппайды дейді ғой, бірақ оның бұл Кобальтқа қатысы жоқ. Қожайыны өзін Малибуда кетіп баратқандай сезінгісі келіп, орталық Малибудың барын, мониторын, тіпті рөлін қазір салдырмақшы. Бір қызығы, мына батырмалардың тіпті электронды тұрақ тежеуші жұмыс істейді дейді. Дәл қазір Авто Вицин гаражындамыз. Жігіттер бізді шақырып, қызықты проект көрсетеміз деді. Мінекей артымда тұр бұл ДАМАЗ. Өзінің соңғы күндерін өмір сүріп жатқан жігіттер жолда қысып тоқтатып алып, ДАМАЗды дәл осындай қайта жап-жаңа кейіпке келтіруді ұсынды. Қожайыны қуана келісті. Мінекей қазір жұмыс үстінде. Көліктің қаңқасына дейін шешіп, толықтай осындай қола түске бояп, қазір дыбыс изоляциясын күшейтіп жатыр. Бұл проекттің басталғанына 20 күн болған. Алдағы жоспарда көліктің салонын толықтай өзгертіп, терең стайлинг жасау. Бір өкінішісі біздің ДАМАЗдай электрлемес екен. Ал мынау жанымдағы бөлшектер дәл осы ДАМАЗға дайындалып әзірленген. Бұлғары орынды, карбон рөл, Мерседес дефлекторлар, тіпті диодты артқы шырақтарға дейін бар. Мен дәл қазір кіп-кішкентай Chevrolet Spark деген көліктің рөлінде отырмын. Қарасаңыз, ешқандай ерекшелігі жоқ. Бұндай көлікті біздің елде енді машина айдап жүрген тәтелер немесе қыз-келіншектер айдайды. Ал бұл жақта керісінше Chevrolet Spark'ты спорттық турбо көлік ретінде тіпті мынадай автозвукқа да жинайды. Көрдіңіздер ғой, ішіне колонкалар сыймай, динамиктер сыртында тұр. Дәл осы проектке 3,5 миллион теңге жұмсалған. Өзінің классында бірінші орынды алған чемпион. Ендеше құлақтарыңызды дайындаңыздар. Жігіттер, мынау менімен бірдей Pride қазанын көрдіңдер ғой. Қожайыны бұнымен күндіз палау пісіреді, кешке осындай сауық кештерге шығады. Қысқасы, мына Спарктың ішінде бұндайдың біреу емес, екеуі жатыр. Жоқ жігіттер, бұл ешқандай да Бэтмобиль емес. Өнерпаз әкелердің қолынан шыққан терең стайлинг жасалған Chevrolet Lachetti. Артқы оптикасын қараш, не деген детализация. Табалдырықтағы диодты сызық көзге бірден түседі. Қолымда пультті бекер ұстап тұрған жоқпын. Бұл үйдегі отау ТВ-нк емес. 4 контурлы пневма орнатылған мына Lachettiге. Қазір қарнымен жерге жата қалады. Өзбекстанда алькантара материалын қатты жақсы көреді. Мысалға, мынау Lachettiдің ішінің шатыры, есік картасының барлығы қара алькантарадан тігілген. Ортада міндетті түрде Android мониторы, мынаны қара. Ортаға кішкентай датчиктер орнатып қойыпты. Бұл 4 контурлы пневма аспаның қысымын тексеріп тұрады. Әрбір майда детальға дейін мән берген ғой. Мысалға, мынаны қарасайшы. Жұлдыздардың арасында ұшып баратқан Юрий Гагарин атамыздың суретін бейнелеп қойыпты. Алькантарамен қапталған Малибудың рөлі. Бетінде супер спорт деген қызыл батырма бар. Басып қалсаң 50 жылғы көмекке келеді. Жалпы бұндай тюнингтелген болмаса да, мынандай Lachettiдің Қазақстанда түр-түрін табуға болады. Ол үшін колеса қосымшасын жүктеп, өзімізге керек автомобильді таңдап іздейміз. Бұл ең ыңғайлы мобильді қосымша, жүктеңіз, пайдаланыңыз. 30-ға келіп қалды жаста, әлі раста, білгеннің бәрі рас па?
Дәл жаңағы автотюнинг отельдердің жанында осында үлкен автобөлшектермен айналысатын магазиндер бар. Соның біреуіне кірдім. Қазір маған мынау рөлдердің бағасы қызық болып тұр. Мысалға, мынау Mercedes-тен алынған AMG рөл $220 тұрады. Бұл жерде геликтің де рөлі бар. Бұның бағасы қанша болды, әке? $200. Малибудың рөлі қанша тұрады? Малибудың оригиналы $130. Оригиналы $130. Бұның ішінде айырбаг бола ма? Нет. Айырбаг болмайды. Если хотите, с айырбагом тоже есть, но $50 қосылады. $50 қосылады екен, егерде айырбакпен алатын болсаңыз. Қызық. Ал оригинал рөлдер бар ма? Мысалға Mercedes, BMW секілді. Ұстап көрсек болады ғой, иә? Саған. Кәдімгідей былғарысы білінеді. Бұның бағасы қанша? Бұның бағасы $480. $480. 223. Жаңа 223 Mercedes-тің де рөлі табылады екен бұл жерде. Бағасы қанша? $580. $580. Қалай сіздерге? Айтпақшы, бұларды кобальтқа қоюға бола ма? Болады. Басты сол. Мынау алдарыңызда көріп тұрған детальдар барлығы Chevrolet Lachetti-дікі. Неше түрлі вариациясы бар. Аквапринт, ағаш секілді жасалған. Bir қызығы барлығында Mercedes дефлекторлар. Бұлсыз болмайды. Құны комплектте жүреді екен. 7 детальдің бағасы $120. 222 шанақтағы Mercedes-тің көрермендеріне мынау артқы шырақтар таныс шығар. Бұның барлығы Cobalt, Nexia, тіпті мынандай Spark-қа да бар. Енді ұқсатылып жасалған диодты артқы оптикалар ғой, барлығының құны 50 шамамен 60 мың теңге. Кто, если не мы сами? Кто, если не ты сам? Өзбекстанда 90-шы жылдардың ортасында General Motors зауыты соғыла бастады. Билік жергілікті тұрғындар ақшаны сыртқа шашпас үшін кедендік тазартуды удай қымбат қылған. Сондықтан өзбектерге сырттан көлік алып келіп міну деген өте ауыр. Ал жігіттер ел қатарлы текті тұлпар мінгісі келеді. Амал жоқ, не істейді? Қолда бардың жыртығын жамап, Mercedes-дің салонын салып, өз-өзін алдауға тура келеді. Тағы да бір қызық ақпарат, Өзбекстанда 80% көліктердің түсі ақ. Ақ түсті көлік қараға қарағанда әлде қайда қымбатырақ жүреді дейді. Сондықтан көліктің қожайынның абыройын көлігінің түсіне қарап білуге болады. Өмірде кетігім талалам түтін, емдемейді мені бұл сала бүтін, болу керек еді бар арман бүгін. Дискілер әлеміне тап болдым, мынандай ассортиментті өмірімде кездестірмеген. Бұл жерде 13-14 размердегі оригинал AMG дискілерді тек осы жерден кездестіруге болады. Маған ұнап, мені таңғалдырған дискі ол мінекей. Maybach дискілер өлшемдері 13 дюймнен басталып 20-ға дейін барады. Комплектінің құны $300. Өзбекстанның автотюнинг мәдениеті осындай. Джентрадан Maybach жасап, Nexia'ны спорттық көлікке айналдыру бұлар үшін әшейін сән. Неше түрлі басқа сыймайтын қызықты проекттерді кездестіріп қайттық. Есің барда елің тап дейді ғой атам қазақ. Қой, Алматыма қайттым. Сіздермен болған Қаз Колеса KZ. Мен Нурик Жеңіс. Сау саламатта болайық.